11 түсімді көріп ұйықтап жатсам, телефон шырылдайды, қарасам, қайнапам, не істеп жатсыңдар, 1-2 сағатта келем, тамақ пісіріп қой деп, ойбай деп атып тұрып, сразу қазанға ет салып, осылай көбігін алып, жақсылап, ішіне картоп, морковын салып, тез-тез қамырымды жайып жатырмын. Яқта балам екеуім жағаласып, негізі келмегелі біраз болды, что-то жай келе жатыр ма деп ойлап қоям, или бізді сағынып қалды ма деп сөйтіп қамырымды жайып, Қазақстан картасы болды ма білмеймін, тышқан тістеп кеттім. Әйтеуір дегенде жайылды. Асықсан солай болады. Сосын магазинге жүгіріп барып, осылай огурцы мен помидор сатып алып келдім. Сосын соңғы банкым бар еді, осындай қияр. Ашпайын ба деп кәдімгідей біраз ойландым енді. Сосын жалғыз қайнапамнан аяғанды ит жесін құрсын деп қойым, сөйтіп аштым да, ішіндегі ең алғаш көзге түсетін осы чеснок қой, жалғыз мен ба осыны жақсы көретін. Сосын тез кәдімгідей самсамды пісіріп тастадым, жанында құр болмасын деп. Әдемілеп тұрып осылай сәбізден салат жасап тастадым. Негізі осы қонақ келем десе әйелдердің деймді, екінші энергиясы пайда бола ма деймді, тоқтай алмай кетеміз ғой. Әшінде ерініп жатқан кезде барлығын тез істеп, шустрый етіп тастаймыз. Сөйтіп қамырымды салып, етімді салып, сөйтіп қайнапама телефон шалып звондасам, телефонын көтермейді. Бір жақтан ойлап қойым, лифттің ішінде келе жатқанша, естілмей жатқанша бір уақытта занят қылады. Былай звондаймын, түсінбеймін, қайда кетті мына кісі деп қойым. Қалай ойлайсыздар, қайнапам келді ма, келген жоқ па?